Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазір қазақ тілі пәні. Бүгінгі сабақтың тақырыбы есептік және реттік сан есім. Оқу мақсаты: мәтін тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжайсыңдар. Есептік және реттік сан есімдердің айырмашылығын анықтайсыңдар. Балалар, өткен сабақты еске түсірейік. Берілген сан есімдерді кестеге дұрыс орналастырыңдар. Берілген сан есімдер 95, бірінші, 50-ші, 100, 64, екінші, 6-шы, 1000, 20-шы, 7. Тексерейік. Есептік сан есімдер 95, 100, 64, 1000, 7. Реттік сан есімдер бірінші, 50-ші, екінші, 6-шы, 20-шы. Өте жақсы, балалар. Есептік сан есім мен реттік сан есімді ажырата білдіңдер. Реттік сан есім қалай жасалатынын айтып жіберіңдер. Балалар, оқулықтың 86-шы бетінде 43-ші жаттығу бар. Сол тапсырмаға назар аударыңдар. Ажалдан құтқарған асыл сөз деген ертегі берілген. Осы тақырыбы бойынша ертегінің мазмұнын болжаңдар. Жақсы, ендеше мәтінді тыңдайық. Ажалдан құтқарған асыл сөз. Ертеде бір хан әскерімен шеру тартып келе жатып, сусыз шөлге кездеседі. Олар шөлден қатты қиналып келе жатқанда, алдарында қой жайып жүрген бір қойшыны көреді. Хан қойшыны алдырып, амандаспастан, «Су қайда?» дейді. «Су дегенің көл ме?» дейді қойшы. «Өзің қалай қисық сөйлейсің? Бізге ауыз су керек», дейді айқайлап. «Мен хан ішеді деп қасқиып жатқан бұлақ көргенім жоқ», дейді қойшы. Хан қатты ашуланып, «Неге судың жөнін айтып бермейсің? Қазір басыңды алғызайын. Ал мынаның басын», деп жендеттеріне әмір етеді. Қойшы: «Тақсыр, хан, дат», дейді. «Датың болса айт», дейді хан. «Мен қой бағып жүрген қойшымын. Менің басымды алғаныңызды елеп, сондай бір жауды жеңіпті деп, сіздің батырлығыңызды ешкім дәріптеме. Қайта қолында қаруы жоқ, қасында қорғаушысы жоқ, қойшыны өлтіріпті», деп күледі ғой. «Жауына әлі келмеген соң, кегін қол астындағы қойшыдан алыпты, демей ме? Аламын десеңіз, міне басым», деп қойшы тізерлеп отыра кетіпті. Хан сөзден жеңіліп, қойшыны босатыпты. Ал қойшы судың қайда екенін айтып беріпті. Балалар, тыңдалған мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңдер. Хан әскерімен бірге қайда тап болды? Тексерейік. Сусыз шөлге тап болды. Дұрыс жауап бердіңдер. Хан қойшыдан не сұрады? Және ол неге ашуланды? Тексерейік. Хан қойшыдан су қайда деп сұрайды. Ал қойшы қисық жауап береді. Хан сол себепті ашуланады. Өте жақсы жауап бердіңдер. Қойшы ханды сөзден не деп жеңді? Тексерейік.
Мен қой бағып жүрген қойшымын. Менің басымды алғаныңызды елеп, сондай бір жауды жеңіпті деп, сіздің батырлығыңызды ешкім дәріптейме? Қайта қолында қаруы жоқ, қасында қорғаушысы жоқ, қойшыны өлтіріпті, деп күледі ғой. Жауына әлі келмеген соң, кегін қол астындағы қойшыдан алыпты демей ме? Аламын десеңіз, міне басым, деп қойшы тізерлеп отыра кетіпті. Дұрыс жауап бердіңдер, балалар. Жарайсыңдар. Екінші тапсырма дәптер мен жұмыс. Оқулықта берілген мәтінді көркем жазыңдар. Сан есімдерді тауып, астын сызыңдар. Сан есімнің қай түрі екенін ажыратыңдар. Әдемі, көркем, ұқыпты жазыңдар. Өздеріңді тексеріңдер. Сан есімдер төртінші, сұрағы нешінші? Яғни бұл реттік сан есім. 25 сұрағы неше? Яғни бұл есептік сан есім. Жарайсыңдар, балалар. Ал, балалар, жасырынған цифр ойынын ойнайық. Сендерге қонақ, жеті қарақшы, шекілдеуік, күшік, желтоқсан, жетісай, екі бас тұз, бесін, тон деген сөздер берілген. Осы сөздердің ішінен есептік сан есімді тауып, реттік сан есімге айналдырып жазыңдар. Өздеріңді тексеріңдер. Жарайсыңдар, балалар. Шығармашылық үзіліс. Бақалар 3 рет секіру жарысында жүлделі орынға ие болды. Әр бақа 3 рет секіргенде, әрбір келесі секіру алдыңғысынан 1 метрге қысқа болды. Сонда 3 рет секіргенде, әр бақа неше метр қашықтыққа секірді? Кім жылдам екен? Қане, табайық. Тексерейік. Дұрыс. Өте жақсы. Үшінші бақаныкін байқайық. Дұрыс. Жарайсыңдар, балалар. Оқу тапсырмасы 46-шы жаттығу. Жаңылтпаштың қатесін түзеп жазыңдар. Балалар, сабақ аяқталды. Сау болыңдар.